Соқыр күйші. Баяғы өткен заманда бір соқыр күйші болыпты. Ол халық арасында қобыз тартып күнелтіпті. Bir күні ел көп жиналған жерде күй тартып отырады. Жиналған қауым тиын тебенін беріп тараған кезде сәнді киім киген біреу келіп шалдың қойнына қолын салады. Шал алдымен сасқалақтағанмен артынан ұрының қолын ұстай алады да: «Халқым-ау, тапа-тал түсте тонап жатыр» деп айғай салады. «Өзің шіреніп киініп алыпсың, сөйте тұра ғаріп кісіге қиянат жасайсың. Ұялмайсың ба?» деп шортшыласады. «Мен шалдың қалтасына садақа салмақ болып едім. Қолымды ұстай алды» дейді ұры. Халық шал мен ұрыны қазының алдына апарады. Екеуін тыңдап болып, ұрыға ашуланған қазы ақыра бастайды. Сол кезде ұры ұялмастан: «Мырза, менің әке-шешем бай. Қайдағы бір соқыр шалға қиянат жасап не қылайын? Садақа бермек болып едім, қолымды ұстай алды» дейді. «Сен сияқты сұмды тәрбиелеген қандай әке екен?» деп тепсінеді. «Мырза, сіз білесіз» дейді сонда ұры. «Сенің әкеңді де дарға асқызамын» деп ақырады қазы. Ұры қазыға көзін қысып қойып: «Әкемнің беті бұдыр, арқасы күдір, есімі 30 күміс» дейді. Қазы ойланып қалады. Біраздан соң ұры мен шалды қаматып тастайды. Қараңғы түскен соң қазы мен ұры кездеседі. Ұры қазыға 30 күміс теңге санап береді. Ертеңіне қазы соқыр шалға: «Сен кәрі қақпас, адал адамға жала жауып жүрсің» деп зіркілдейді. Шал жауап қатпай отыра қалып, жерді қазып тыңдайды. Бұған қазы таңданып, шалдан оның мәнісін сұрайды. Шал басын көтеріп: «Кеше осы жерде әділет төрелік айтып еді. Сол әділет 30 теңгенің салмағын көтере алмай жердің тесігіне түсіп кетіпті. Не сол әділетті алам, не 30 теңгені алам» деп жауап береді. Қазы өз қателігін мойындап, ұрыны жазалайды. Соқыр күйшіге үлкен сый жасап, ат мінгізіп аттандырып салады.